Ең алғаш кездескен кезде қандай сезімде болдың? Бірінші кездескен кезде Тоғжанды өте жаңағыдай адамдармен тіл тапқыш, сөйлескенде жаңағыдай әр адамға өзінің бір ыңғайын таба білетін адам болды. Және де біздің екеуміз бір университетте оқығаннан кейін старосталар группасында бірге болатынбыз. Және старосталардың ішінде мен үшін ең жаңағыдай ақылды болып көрінетін. Бірақ ол вақыттарда біз екеуміз бірімізге сезім болады деп ойда болған жоқ. Кейінірек уақыт өте келе мүмкін екеуміз бірімізге үйренген сайын мен жоғары курстарда сезімді білдіруге шешім байладым Тоғжанға. Ең романтикалық сәт? Ең романтикалық сәт ол біз кездесіп бастаған кезде тауға, бау жаққа демалып қайтуға барамыз деп шештік. Екеміз өзімізбен тамақ алып, су алып, сол жаққа шығып күшті қыдырамыз деп ойладық та. Бірақ ең үстіне жаяу машинаны қалдырып шыққан кезде бау жабық болды. Сосын жарайды деп оның жанында кішкене ағаштардың арасында қыдыра тұрайық деп жүрген кезде бір кезде құйып жаңбыр басталып кетті. Сол жаңбыр басталған кезде екеуміз қашатын жер таппай қалдық та. Сосын жүгіріп барып қарағайдың астына жүгіріп барып тоқтадық та, сол жерде отырдық екеуміз. Жаңбыр біткенше адамдардың бәрі өтіп қашып кетіп қалды да. Екеуміз жалғыз жаңбырдың астында, ағаштың астында отырып, кішкене сөйлесіп отырды. Сосын күшті өлең қойып екеуміз биледік. Сол сәт ең романтикалық санаймын. Бірақ ондай кездер көп болды, бірақ сол ерекше болған деп санаймын. Ең алғаш болғандардың бірі болған кейін деп ойлаймын. Екеулеріңнің араларыңда болған ең күлкілі сәт? Ең алғаш осы сезімді білдірмей тұрған кездерде Тоғжанға звондап мен гүл алып келуге шешім байлаған болатын мен оған. Сосын гүлімді алып, дайындалып, Тоғжанға келгеп хабарласайын дедім. Звондаған кезде вроде Тоғжанмен сөйлесіп атқан сияқты болдым да, бірақ әбден жаңағыдай далаға шақырып, жаңағыдай жүр деп сөйтіп айтып, не істегенін айтып қойғаннан кейін, бірақ Тоғжан емес, Тоғжанның мамасымен сөйлескенімді түсіндім мен. Сонан Тоғжанның мамасы да жаңағыдай бізге маған қалжыңдап, жаңағыдай күліп, сондай қызық болған. Звондаған кезде сұрайды, Тоғжан шығасың ба дейді. Мен мамам түсінбейді. Сон алады телефонды, шығайын ба дейді. Точно уверенсің ба, шығайын ба дейді. Соң айтады, я шықса енді дейді. Жарайды, шығам дейді. Сөйтіп бірнеше рет звондаған ғой. Сонда бірінші болып сол бірінші айтқан сөздерін Тоғжанға емес, сонда Тоғжан мамасына айтып қойдым мен бірінші болып. Сондай қызық болған сол. Тоғжан, сен үшін ең күлкілі сәт қандай? Біздің әр кездесуімізде бірдеңе қызық болып тұрады. Бірақ ең маған сол бірінші кездесіп жүрген кездерде, сол гүлді алып келген кезде, ол ары қарай айтқан жоқ қой әлі. Ол гүлді алып келіп ұсынамай жүрді ғой. Ол кезде мен бір салонда отырдым да, ол жаққа келем деп дайындалып өзі барған. Сосын кездестік, екеуміз сөйлесіп тұрмыз. Сол кезде менің ағам келді да, енді үйге дейін шығарып салайын деп, ол мені күтіп алуға келді. Сол кезде үшеуміз андай біртүрлі сезімде болдық та, біртүрлі. Бір-бірімізге қарап тұрмыз да. Ыңғайсыз болып, Санжар бір бәле айтқысы келеді, бірақ ағам да тұр, ол да білмейді не айтатын. Сосын деген, жарайды, Санжар сау бол дейміз да. Ағам екеуміз арғай жүріп баратамыз. Сосын өтіп баратсақ, Санжардың машинасы тұрады ол жерде. Ол кетіп қалды. Мен басқа жаққа бұрылып кетіп қалдым, ұялғаннан. И сосын екеуміз келе жатамыз да, айтамын, мынау Санжардың машинасы ғой дейді. Соң өзі қайдасы? Білмеймін, что-то басқа жаққа бұрылып кетті деп екеуміз бірімізге қарадық. Өзі қызық бола екен дедік та. Сонымен жан жаққа кетіп қалдық. Мен басқа жаққа кеттім, олардың кеткенін күттім да, содан кейін бірақ машинама бардым. Сондай ол қызық болып, кішкене не болған, ыңғайсыз да болып, кейін еске түсірсек күлкілі болады. Екеулеріңнің араларыңдағы ең құнды зат ол не? Мен үшін енді ол сыйластық ең біріншіден. Тоғжан адамгершілігі жоғары болғандықтан, енді ең бір жақсы көретінін сол әрбір затқа түсінікшілікпен қарап, жаңағы сыйлап, сондай болғаны өте мен үшін қымбат. Одан бөлек енді сезімім өте берік Тоғжанға. Мен үшін ол сенім мен бір-бірімізді қолдау. Енді болашақта енді осы әрбір
немізді бір бірімізге жаңағы құндылығымызды сақтап үлкен отбасы боламыз деп ниеттеніп отырмыз. Сондықтан енді жолымыз ақ және ғұмырымыз ұзақ болады деп ойлаймын енді.